Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Түйелер жайлы барлығымыз білеміз. Біреуіңіз зоопарктен, біреуіңіз теледидардан, ал біреуіңіз тіпті мініп те көрген боларсыздар. Түйе туралы ең көп таралған дерек ол түйенің сусыз көп уақыт өмір сүре алуы. Одан басқа мәліметтер көп адам біле бермейді. Сондықтан бүгінгі шығарылымда бұл таңғаларлық жануар жайлы көбірек мағлұмат алуды және неге оны жыланмен тамақтандыратын туралы білуді ұсынамын. Ал сіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сусыз шөл далада өмір сүретін жануарлар өте аз. Көбіне олар жыландар, кесірткелер және жәндіктер. Сүтқоректілерден ол кенгуру, түйе және түлкі феник. Бұлардың ішінен түйе салмағы жағынан ең ауыр жануар. Олардың дене салмағы 800 кг дейін жетеді. Ал көтеретін жүктері 300-ден 600 кг дейін барады. Мұндай ауыр жануар ыстық шөл далада өз салмағын қалай алып жүреді деген сұрақ ойға келетін шығар. Түйе өркешіндегі жиналған майдың көмегімен ұзақ уақыт сусыз және тамақсыз жүретін жайлы балалардың өзі біледі. Ал бұл жануардың басқа таңқаларлық қасиеттері жайлы анықталғаннан көп уақыт өткен жоқ. Түйелердің қан құрамы басқа жануарлардан ерекшеленеді. Бұл сүтқоректілердің ішіндегі эритроциттері домалақ емес сопақ болып келетін жалғыз жануар. Яғни олардың қандары қойылған кезде эритроциттердің қан тамырлары арқылы жылжуына септігін тигізеді. Басқа жануарлармен салыстырғанда дене сусыздандырылған кезде түйе қанның құрамындағы ылғалды көп мөлшерде сақтай алады. Сондықтан оларда қан айналуын бәсеңдеу байқалмайды. Түйелердің мұрын пішіні де ерекше. Демалғанда сыртқа шығаратын судан тұратын бу мұрын ішінде конденсацияланып, оның аузына су болып ағып түседі. Нәтижесінде ол құрғақ ауаны сыртқа шығарып, бағалы сұйықтығын үнемдеп қалады. Ылғалды жоғалтпас үшін олар дене температурасын көтеріп және түсіре алады. Түнгі уақытта оның дене температурасы 34-35 градусқа дейін түседі. Ал күндіз жайлап 41 градусқа дейін көтеріледі. Температура жоғарылғанның арқасында түйенің денесіндегі су үнемделеді. Себебі тер бөліну азаяды. Терморегуляцияның арқасында түйе шөл далада қалған басқа жануармен салыстырғанда денедегі суды 3 есе үнемдейді екен. Түйе тамақ талғамайды. Ол кеуіп қалған шөпті, тікенді бұтақтарды, құрма жапырағынан жасалған себетті де жеп қоя алады. Ал олардың иммунитеттерінің мықтылығы физиологтар мен дәрігерлерді таң қалдырады. Оларға вирустар мен ірі қара малдардың обасы әсер етпейді. Бірақ егер бұл жануар ауырып қалған кезде не істеуге болады? Кейбір елдер түйенің аузына жылан салып үстінен су құяды екен. Асқазанға жеткенге дейін жылан қорытылып кетеді. Мұндай процедурадан кейін жануардың денесі терлеп сауығып кетеді. Видеоны соңына дейін көріп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар.